Так, келесі өтетін тақырыбымыз түзудің жалпы теңдеуі. Негізі түзудің жалпы теңдеуін өтіп қойған болатынбыз. Бұл жағдайда ерекше жағдай, қараңыздар. Бізде альфа 1 және альфа 2 деген екі жазықтық бір-бірімен қиылысқан жағдайда. Олар әрине параллель болмау керек. Қиылысқан жағдайдағы осы екі жазықтың қиылысқан жерінен пайда болатын түзу бар ғой. Бүйтіп қиылысады. Осы ұзыннан шуақ түзу емес. Осы бір түзудің міне жалпы теңдеуін жазу керекпіз. Альфа 1 деген жазықтың теңдеуі, альфа 2 деген жазықтың теңдеуі мынадай бола қойсын. Сол екеуінен қиылысуынан пайда болатын түзудің теңдеуін жазу керекпіз. Енді қараңыздар, ол түзудің теңдеуін жазуға бірінші жазықтар бойынша жұмыс жасап жіберейік қазір. Мына альфа 1 деген жазықтан ненің координаттарын жазуға болады мысалы үшін бізде? Біздер альфа 1 жазықтығының нормаль векторын жаза аламыз ба? А1, Б1 және С1 деп жазсам болады ғой? Иә, олай да болады. Қазір енді альфа 1 деген жаздыққа мен нормаль вектордың былай перпендикуляр неден шығара қояйын. Мына бір жаздыққа сәл сызба бойынша қисықтай өтем. Болмаса мына түзудің бойынан шыққандай болып қалады да. Мінекей. Альфа 1 жаздығына мен перпендикуляр деп нерден n1 деген нормаль вектор жаза қояйын. Міне бірінші векторымыз осындай болсын. Екінші альфа 2 жаздығының нормаль векторы қандай болады бізде? Мына бір жаздыққа перпендикуляр шығатын вектор болады. Былай қарап шығарсақ оны. Мен сәл қисайтып жатырмын, чтобы сызбалардан не қалмас үшін. Мінекей, бұл менде n1 десек, n2 деген нормаль вектор дейік. Альфа 2 жазықтығының нормаль векторы болып тұр. Жазықтың жалғасы бар, но бізге нормаль векторлардың өзі есепті шығаруға көмектеседі. Нормаль векторлар жазықтарға не болады? Өзі перпендикуляр болады, жазықтың үстіне шығып тұрған түзу. Столбец деп қарастырсақ та болады. Енді бізге мына бір түзудің несін жазу керек. Енді мен былай айтсам, нормаль векторлардың өзі жазықтарға перпендикуляр, ал мына түзуіміз нормаль векторға перпендикуляр бола ма? Екеуіне де перпендикуляр емес па? Екеуіне де. Екеуі бүйтіп тұр, осыдан шыққан, ар жаққа қарап кеткен, мен былай тұрады да, осыдан жоғары қарап шыққан не болады? Жоғары қарап шыққан түзу болады. Анау z оси сияқты ма, x y сияқты болса болады. Иә. Мынау x y, мынау z оси ұқсап қала салады. Осы екеуінің енді екі вектордың қандай көбейтіндісінен үшінші вектор шығатын еді бізде? Векторлық көбейтіндісі еді, n1 мен n2. Соның векторлық көбейтіндісін жаза қояйық. Енді бүйтейікші. Мына жерден тағы да бір түзудің үстінен салсам да болады. Бетінен ше. Мен былай қоя салайын. Сәл параллель болса. Жоқ, параллель емес негізінде. Мына түзу ғой. Жазықтың бойынан емес. Мынаның үстінен сызсам болады. Қазір үстінен сызсам көрінбей қалады да маған. Мына түзудің бойынан алынып жатқан вектор. Мынадан нерде қиылысты олар? Мына түзудің бойында жатқан вектор. Мен әдейі бөлек салып жатырмын. Мынаның бойында жатыр бұл вектор. Себебі екеуінің векторлық көбейтіндісінен осы түзудің бойында жатқан не шығады бізде? Вектор шығады ғой. Бір А деген вектор деп ала қояйық. Бұл бізде мына түзудің несі болады? Бағыттауыш векторы болады бізде. Бағыттауыш, бағытын көрсетеді. Оны мына былай да қаратсақ болатын еді, дұрыс па? Векторлардың орнына ауыстырсақ болды ғой. Орнына ауыстырсақ мына бетке бағыт ауыса салатын еді. Енді осы вектор тауып алсақ болады. Бұл біздегі түзудің бағыттауыш векторы болады. Және де не істеу керек? Түзудің бойынан бір нүкте таңдау керек өзі. Нерден? n0 деген нүкте таңдай салайық. Оның координаттарын бере қояйық. Давайте онда мына n1 деген нормаль векторым жаза қояйық. n1 деген векторым a1, b1 және s1. Екінші нормаль векторымыз a2, b2 және s2 болып тұр. Осы екеуінің векторлық көбейтіндісінен қандай вектор шығады бізде? А векторы тең болады бізде n1 векторы көбейтілген n2 векторы. Яғни, ол неден тұрады? n1-де n2 бұрған кезде А деген вектор. Бұл бізде тең болады неден? Матрица еді ежика бойынша. Бүйтіп ежика. Так, n1-іміз A1, B1, S1, A2, V2 және S2. Осының біздер векторлық көбейтіндісін тауып жіберетін болсақ, координаталары бойынша не шығады бізде? А векторының, то есть бағыттауыш вектордың координаттары шыға қояды екен. Яғни проекциялар шыға қояды.
Енді ол үшін бізге мынаны шығару үшін есеп керек, және де м нулевой нүктесін бір любой бір нүкте белгілей салсақ болады. м нулевой, x нулевой, бізге ол а векторының координаттарын y нулевой және z нулевой. Енді ең қызығы, м нулевой нүктесін кез келген жерден таңдап ала аламын ба? Любой жерден болады, ана түзудің бойынан шексіздік қой. Шексіздік, түзудің бойында шексіз нүкте бар. Онда м нулевой нүктесін мен өзім ойдан бере саламын. Есептің барысында x тең 1, x тең 2 деп ала берем. Себебі түзудің бойынан x тең 1 деген нүктеге басқа бір нүкте сәйкес келеді. x тең 7 деген нүктеге басқа бір нүктелер сәйкес келеді деген секілді. Өзіміз от себя қосамыз да түзудің теңдеуін жаза аламыз. Бағыты бар бізде. Бағыты көрініп тұр. Осы бағытты алған бойдан екінші бір нүктені алатын болсақ, осы түзуге тиесілі болып кетеді. ертең күні біз есептеп беруіміз осы нелер Жауаптан тауып алуға болады. Жауаптан мысалы бір нүктесін алып тексеріп көрген кезде осы нүктеге жататын көрініп қалады. Бірінші нүкте, үш нүкте бір-біріне зависимый болады. Қазір оны тексеруді көрсетем. Енді ең қызығы мына әдіске жоламайды есеп шығаруға болады. Қазір есептің барысында көрсететін боламыз. Мен қазір есептің берілгенін жаза қояйын. Так, бізде енді мынадай бір есеп беріле қойсын. Осы жерде не беріліп тұр бізде? Екі жазықтың теңдеуі беріліп тұр. Осы екі жазықпен қиылысып тұрған түзудің теңдеуін жазу керекпіз. Яғни бізге мынадай векторлы тұрғыдар болған соң, оның түзудің канондық теңдеуін жазамыз. Канондық теңдеу деген нәрсені біздер білеміз, иә? Канондық теңдеу деген нәрсе бізде былай болушы еді. Осы екі жазықтың қиылысуынан пайда болған түзудің теңдеуін жаз дейді. Канондық теңдеуін жаз дейді, осы екі жазықтықпен пайда болған. Екі жазықтықтың қиылысуынан пайда болған түзудің канондық теңдеуі дейді. Сондай сұрақ болады бізде. X минус x нулевой бөлінген L тең y минус y нулевой бөлінген m тең z минус z нулевой бөлінген n. Міне, канондық теңдеу бізде осылай еді. Бізге алгоритм бойынша L, M, N-ді ол бағыттауыш вектордың нелері болады? Проекциялар болады. Ал x нулевой, y нулевой, z нулевой дегенде от себя өзіміз бере саламыз деді. Біреуін берсек, қалған екеуі сразу табыла салады. От себя жазықтың теңдеуіне қойсақ, есеп шығып кете салады екен. Так, енді қазір оны есептің барысында көре жатамыз. Қараңыздар. Былай не істейміз? Бағыттауыш векторды тауып көре салайық. Бағыттауыш векторды векторлық көбейтіндімен табай қойып. Nerede не аламыз? Векторлық көбейтіндісін таба қойық. Так, а векторы тең болады. Мына екеуінің нормаль векторларын көбейте қойып векторлық тұрғыда. Болады. Так, и ж к. Так, 2, мында 1, мында минус 4. 2, 1, минус 4, және де 1, минус 2, минус 3. 1, минус 2, минус 3 дейді. Мінекей, осын көбейте қойық енді. Бұның векторлық көбейтіндісін жасайтын болсақ, кеттік минорменен. Айды жабатын болсақ, не болады бізде? Минус 3. Айды жабатын болсақ, ой. Мына жерде өшіре қойық шынан. Айды жапсақ, бізде 1, минус 4, минус 2, минус 3 болады. Мына жидікі минус пенен. 2 минус 4, 1 минус 3. Так, 2 менен минус 4, 1 менен минус 3. Потом плюс к. К-ны жапсақ 2, 1, 1 минус 2 ма? 2, 1, 1 менен минус 2 мінекей. Осын енді есептей қоятын болсақ, анықтауыштарын есептеп жібере қояйық. Не шығады екен? Минус 3, 8. Минус 3-тен. Минус 5 болады, плюс 5. Минус 3-ке 8-ің азайтылады ғой. Қосылады ғой? Так, 8. Дұрыс. Оң жақ диагонал нау? Нау емес бе? Азайтылады. Қалай азайтылады? Так, минус 3, мына жақтан 8 азайтылады. Минус 11. Сосын жидікін көрсек. Минус 6. Минус 6-ға 4 қоссақ. Минус 2 наусы менен. Плюс 2 жи болады. К-ға келсек. Минус 2-ден 1 десек. Минус 5 па? Минус 5. Минус 5к. Нерде бізде А векторының не шықты? Бағыттауыш вектордың проекциялары шықты. Минус 11 және 2 және де минус 5 екен. Мына координаттарды векторлық әдісті қолданбай да тауып алуға болатын еді негізінде.
оны не қылу үшін м нөлевой секілді бір екі нүкте таңдай салу керек. Бүйтеміз. Мысалы үшін x тең 0 деп бір нәрсе ала салайық. X тең 0 дейтін болсам, y пен z-ке байланысты жүйе шығады. Одан теңдеуін таба аламыз ба? Потом x тең 1 деп қоятын болсақ, тағы да екінші нүкте шыға ма? Тура сол екі вектор арқылы жаза салуға болады ма векторды? Екі нүкте арқылы вектор жазуға болады ғой? Иә. Сөйтіп ана а векторын таба салуға болатын еді. Просто проверка үшін. Бүйтейік енді. М нөлевой нүктесіне, М нөлевойға мен бүйтейін. X нөлевой, Y нөлевой, Z нөлевой ғой. Мынаған 0-ді алып көре салайын. 0-ді алатын болса, мына теңдеу қандай болып кетеді? Нерге шешіп көрейікші? Y минус 4Z плюс 7 тең 0. Мұнда минус 2Y минус 3Z плюс 8 тең 0. Осы жерден бізде шешіп көретін болсақ, не істейміз қазір? Үстіңгісіне 2 көбейтекті, потом қосайық. Давай. Қосылса, минус 8Z ке мынау қосылса. 11Z. Мұнда 14-ке мынау қосылса. 22. Плюс 22 тең 0. Z тең 2 емес па? Z тең 2-ні мұнда қоятын болсақ, Y 1 болмай ма? Y 1 шығады екен. Минус 1 емес па? 1 минус 8 плюс 7 0 емес па? 1 болады ғой? Так, сонда 1, мұнда 2 деген не шықты? М нөлевойдың координаттары бізде. М нөлевой. Осыменен қазір біз ана канондық теңдеуді жазып қоя салайық. Потом қазір екінші нүкте қойған кезде мынаны шығатын деп көрсете саламын. X не болады бізде? X минус нөлевой бөлінген L қандай болып тұр бізде? Минус 11 тең Y минус қандай? 1 бөлінген 2 тең Z минус 2 мынау Z мынау 2. Так, минус 5-ке бөлеміз. Мынау бізде түсудің канондық теңдеуі. Тауып қойдық, иә. Осымен есеп бітеді негізінде. Бірақ векторлық көбейтіндіні білмейтін болсақ, екінші нүктені мына жерге қойып жіберсек те болады. Екі рет жүйе шешеміз да бағыттауыш векторын табуға болады. Кеттік енді М нөлевой емес, не дейміз? М1 дей салайықшы. М1 дейміз да, X-ның орнына 1-ді қойық. Допустим. X орнына 1-ді қойсам, теңдеу қандай болады неге? 2, 9 болады. Мынау 9 болып кетеді, иә? Мына жүйені екінші рет шеше салайық. Так, ол қалай болады бізде? Y минус 4Z плюс 9 тең 0. Астында 1-ді қойсақ. Минус 3Z плюс 9 тең 0. Үстін тағы да 2 көбейтелік та қосшы берейік. Сонда 8Z тағы да минус 11 ма? Минус 11Z 18-ге 9 27 тең. Тең минус 27Z табылды ғой. 27 бөлінген 11 шықты. Енді осы мәнді алайық та қайсына қойған ыңғайлы бізге? Еш қайсына қойсақ та ыңғайлы емес, иә? Үстіңгісіне қойып көрейікші. Y тең дейік та. Мынау плюс өтеді 9 азайтылады ғой. 4 көбейтсек 108. 108 бөлінген 11 минус 9 болады. Минус үстінен 99 айта салайық, иә? 9 бөлінген 11. Y тең қандай? 9 бөлінген 11 ма? Міне. Мынаның координаттары шықты бізде. 9 бөлінген 11, мына біреуі 27 бөлінген 11 деп. Мына екі нүкте арқылы вектор жазайық та онда. М нөлевойдан М1-ге дейін деймін да. Вектор жаза қойық біздер. 1 болады. 1 минус 11 бөлінген 2 бөлінген 11. Нана айтсақ. Минус 5 бөлінген 11 ма? Так, нана айтпаймыз ба? Или дұрыс жазадық па? Минус 5 бөлінген 11 емес па? Мынасы үлкен болып тұр бізде 5 бөлінген
11 шығады. Мінекей. Мына жерде бізде бағыттауыш вектор шықты. Енді вопрос, осы менен не істей беруге болады? Мынаның өзі қандай вектор? Қандай бағыттауыш вектор? Қазір -11-ге көбейтеміз, тура осы болады екен. Иә, мына бір нәрсе шығады. Просто коэффициенттер сәл басқаша болады да, тура осы теңдеу шығады. Мына бөлшек не істейді? Бөлшек астына 11-ден құлта салайықшы. 11-ге көбейтсек не шығады бізде? -11-ге көбейтеміз ғой. -11-ге ма? Сол кезде ана тең болады. То есть бағыты қайға қарап таңдалған екен біздің бағыттауыш векторымыздың? Бізге А вектор мынандай еді ғой. Біздің тапқан векторымыз мынандай болып қалды ғой. Мынандай болып қалды. Соның үшін какой-то бір коэффициентке көбейтсек, мынаның бағыттауыш векторының өзі шыға салады ғой. -11-ге көбейтсек не шығады нерден? -11, 2, мында -5. Мынаның координаттары шықты ғой. Болды. Короче, не істеуге болады екен? Просто сандар берді тауып алуға болады екен. Есеп. Типа N-ға өзіміз енгізіп барып таптық қой біз нелерді. М0 ойды да М1-ді да өзіміз енгізе салдық. Жоқ, анау негізі бағыттаушы вектор тауып алғаннан кейін мына нүктелерді енгізіп таба аламыз ба теңдеуді? Мынаны ма? Иә. Бүйтесің ғой. М0 енді нүктені қоймадық делік. Типа осы матрицамен келдік та ары қарай қалай болады деген сияқты. Қараш бүйтуге болады. Біздің теңдеуіміз біз мына нәрсені біліп тұрмыз пока. Мынау 2 ма? Тең Z -5. Осыны ғана біліп тұрмыз біз. Ответке қарайсың. Асты осындайларды іздейсің да, үстіндегі санына, x-дің санына қарайсың. Допустим, мұнда -4 деп тұрады. 4 талда қойда жүйені шешіп шық, мына екінші жағында санын шығара аласың. Түсіндің ба? Біздер не істедік жаңа? 0-ді қойдық та, 0-ді қойған кезде 1 мен 2-сін тауып алдық қой нелі шығарып. Сөйтінерге 1 мен 2 азайтылды. 0-ді қойған, от себя қойып жатырмыз. Енді жауапта, допустим, мынандай тұрсын, -4 деп тұрсын. Сен білетін затың тек мыналар ғана ғой. X бөлінген мынау, Y бөлінген мынау, Z бөлінген мынау ғана. Жанындағы азайтылатын или қосылатын санын білмейсің сен. Жауаптан іздейсің. То есть түзудің теңдеуі неше түрлі берілуі мүмкін. Мына біріншісін аласың да, не істейсің, ана жазыққа қоясың да, 2 жүйе шығады. 2 жүйеден Y пенен Z шығады да, сол сенің жауабың болады. То есть сенің түзуің мынандай да болуы мүмкін. Қазір 4 туған кезде әйтеуір бір басқаша бір нелер шығады ғой. 4 болуы мүмкін емес сияқты. Мүмкін. Себебі шексіз көп қой ананың бойына нүкте. Соның кез келгенлерге қоя береміз. Ну, допустим, нерден мақұл 6 шықсын, 7 шыға салсын да, мысал үшін. Өйтіп мынандай да теңдеу сенің канондық теңдеуің болады, түзудің теңдеуінің. Любой бола береді мына жерде азайтылған. Иә, нүктеге байланысты. -4, 4, 6 және 7 деген нүкте арқылы сол нүкте бойынша түзудің теңдеуін жаздық біз. Мына канондық теңдеуді біз басқа жаққа бұрып жүрсек те болатын еді. Себебі бағыттауыш векторымыз бір жаққа бағытталып тұр ғой. Оның ар жаққа қаратқаны да бар, таңбасы өзгеріп. Иә. Короче, любой түрде жазуға болады. Не істейміз? Жауаптан аласына тексересің. Астындағылар табылса болды, үстіндегін өзің бере бересің. Жауапта біз бағыттаушы вектордың таңбасына қараған дұрыс. То есть бірінші осымен өзің тауып алғаныңмен шығарып көр. Екінші очередь сен не істейсің? Сен аласың да. Мына екі вектордың n2-ні n1-ге көбейтілген екен орын ауысады ғой. Мына екі қатарынша. Орын ауысқан кезде бағыттауыш вектордың бағыты ауысады сенде. Екінші жаққа. Мынау қазір үстіне n1 жаздық қой, астына n2 жаздық қой. Сол кезде сенде мынандай бір бағыттауыш шықты. Егер сен осы строканың орнын ауыстыратын болсаң, былай қаратып, ол жерде басқаша вектор шығады сенде. Осы вектордың бағыты ауысып шығады сенде. Назад қарап қалады. Мысалы, маған қарап тұрған вектор таптық мысал үшін. Егер мына қатардың орнын ауыстырып жүретін болсаң, ары қарап тұрған вектор табасың сен. Сол вектор арқылы басқаша проекциялар шығады сенде астында. Үстіндегі сендер өзің біле саласың. То есть бірнеше түрлі етіп жаза беруге болады. Шексіз нүкте көп қой бізде. Нүкте шексіз көп. Шексіз түрде канондық теңдеу жазуға болады. Маңыздысы сенде 2-3 бағыттауыш вектор болады. Өзіңе қараған, ар жаққа қараған, мына жаққа қараған, мына жаққа қараған деген. Шексіз позициясы бар ғой. Әйтеуір бағыты екі жаққа өзгереді ғой. Вектордың орын ауысуы бойынша бағыты өзгере береді. Вот. Осылай.